Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бетіне жаңғақ себілген шоколадты печенье пісіретін боламыз. Бұл печеньенің түрі әдемі және дәмі де жақсы. Ыдысқа қант, жұмыртқа және бір жұмыртқаның сары уызын салып, венчикпен немесе миксермен қант ерігенге дейін араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып араластырамыз. Разрыхлитель, какао және ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жер жаңғақты блендердің көмегімен ұсақ қылып үгітіп аламыз. Печеньенің әрқайсысын шамамен 25 граммнан алып, домалақтап, бетіне жұмыртқаның ақ уызын жағып, үгітілген жаңғаққа матырып, противенге тіземіз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 18-20 минуттай пісіреміз. Печеньелер дайын, түрі сондай әдемі. Ортасы жақсы піскен және дәмі де керемет. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз!